Бүгін біз жаңа етістікпен танысайық. Have етістігі. Бұл етістіктің аудармасы бар, болу дегенді білдіреді. Орысша айтқанда иметь деп аударылады. Мысалы, менде машина бар, сенде машина бар деу үшін біз осы етістікті пайдаланамыз. Осы сөйлемдерді көрейік. Менде машина бар деп жасау үшін I have a car дейміз. Бізде машина бар, we have a car, you have a car, you have a car, сенде машина бар, сендерде машина бар, ода машина бар. Біз білеміз, ол деген етістікке келген кезде етістікке міндетті түрде s жалғану керек. Have s болып жалғану керек. Бірақ have s болып жалғанбайды, has болып өзгереді. Сонымен he has a car, ода машина бар. She has a car, it has a car дейміз. Яғни ер адамға, әйел адамға және адамнан басқа заттардың барлығына it деген есімдікті пайдаланамыз. They have a car, оларда машина бар. Басқа да мысалдар қарайық. She has a new mobile phone. Оның жаңа мобильді телефоны бар. Оларда велосипедтер бар. They have bikes. Осы have деген етістікпен қатар have got деген етістікте пайдаланады. Мағынасы have-пен бірдей. Сол етістікте қарап көрейік. Міне have got. Мысалдар. She has a mobile phone. Оның мобильді телефоны бар. Немесе былай да айтуға болады. She has got a mobile phone. Оның мобильді телефоны бар. I have a bike, I have got a bike. Менде велосипед бар, менде велосипед бар. You have black hair. Сенің қара шашың бар, немесе сенде қара шаш. Сенің шашың қара деген қазақша солай аударылады. You have got black hair деп айтуға болады. Яғни бізде не бар екенін айту үшін екеуін де бірдей пайдалансақ болады. Бізде менде мобильді телефон бар, машина бар, велосипед бар деп айту үшін екеуін де пайдалансақ болады. Екеуінде біздің жаңағы тәтеміз бар, ағамыз бар, апамыз бар деп жасау үшін де айтуға болады. Екеуінде бірдей пайдалана аламыз. Мысалы, I have a sister, I've got a sister. He has a brother, he has got a brother. Менің тәтем бар, менің тәтем бар. Оның ағасы бар, оның ағасы бар деп айтамыз. Бізде не бар екен және біздің туысқандық арақатынастан бөлек мына екі етістікті мынандай кезде де бірдей пайдалана аламыз. Бұл біздің жағдайымыз туралы. Мысалы, I have a cold. Маған суық тиіп қалды. I have got a cold. Немесе they have a problem. Олардың проблемасы, мәселесі бар. They have got a problem. Олардың мәселесі бар. Яғни біз мұнда үш жағдайды қарастырдық. Бізде не бар екенін, немесе адамдармен қатынасымыз туралы айтқымыз келсе, немесе қазіргі бір жағдайымызды айтқымыз келсе, біз екі етістікте бірдей пайдалана береміз. Ал егер біз бір әрекет туралы айтатын болсақ, онда біз have got деген етістікті пайдалана алмаймыз. Мысалы, I have dinner at 8 o'clock. Мен кешкі тамақты, кешкі асты сағат 8-де қабылдаймын. Яғни сағат 8-де ішемін. Бұл әрекет не істеймін деген нәрсе. Сол кезде біз I have got dinner at 8 o'clock деп have got етістігін пайдалана алмаймыз. Тек have етістігі пайдаланылады. Мысалы, I have a shower in the morning. Азанда, таңда мен душқа түсемін. Бір рет душ қабылдаймын. Не істеймін деген сұраққа жауап берген үшін біз бұл жерде have got-ты пайдалана алмаймыз. Тек have деген етістікті пайдаланамыз. I have a shower in the morning. Немесе I have a bath every week. Әр апта сайын мен ванна қабылдаймын. Сонымен бұл жерде де have got-ты пайдалана алмаймыз. Тек have-ты пайдаланамыз. Қорытындылайтын болсақ, have got екі етістіктің мағыналық айырмашылығы былайша жоқ. Екеуі синоним сөздер. Бірақ егер біз possessions, бізде бар нәрсені айтатын болсақ, біз адамдармен арақатынасымыз, relationships және қазіргі жағдайымыз туралы айтатын болсақ, temporary state, онда екі етістікті бірдей пайдалана береміз. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Тек have got ауыз екі тілде көбірек пайдаланылады. Ал егер біз әрекет туралы айтатын болсақ, actions, яғни мен ванна қабылдаймын, таңғы ас ішемін, I have breakfast деп айтатын болсақ, онда біз тек have етістігін пайдаланамыз. Have got етістігін пайдалануға болмайды. Және бұл етістіктің әрине грамматикалық жағынан да кішкене айырмашылығы бар. Мысалы, менде бар,
деп айту үшін былай жасаймыз. I have, we have, you have, he has, she has, they have. Мында дәл солай. I have got, we have got, you have got, he has got деп айтамыз. Сәл қысқартып айтуға болады. I've got, we've got, you've got, немесе he's got, she's got, they've got деп айта аламыз. Ал енді болымсыз сөйлем жасаған кезде мына I have-тың болымсыз түрін жасау үшін біз do етістігін пайдаланамыз. Яғни do деген көмекші етістік көмекке келеді. I don't have, we don't have, you don't have, he doesn't have деп сөйлемдер жасаймыз. Ал мына have got-ты болымсыз түрге айналдыру өте оңай. Бар болғаны not деген сөзді have-тан кейін қоямыз. I have not got, немесе қысқартып I haven't got, we haven't got, you haven't got. Яғни do деген етістік бұнда керек емес. Ал сұрақ сөйлем жасау үшін біз қайтадан do қосымша етістігін пайдаланамыз. Do I have, менде бар ма, сенде бар ма, ода бар ма. Do we have, does she have деп айтамыз. Ал мұнда do етістігі керек емес. Мұнда өзі ақ сұрақ сөйлемге айналыла береді. Яғни бар болғаны орны алмасады. Have I got, have we got, have you got, has he got, has she got, have they got деп сөйлемдер жасаймыз. Сонымен бұл видеода біз have және have got етістіктерімен таныстық және пайдалануын үйрендік және кішкентай айырмашылығын түсіндік және грамматикалық пайдалану жолында үйрендік.